Сәлеметсіздер ма? Көңіл күйлеріңіз қалай балалар? Жақсы. Олай болса, бүгінгі сабаққа кірместен бұрын топқа бөлініп алайық. Тақтаға шыға қойыңыздар. Так, сыныпта неше оқушы бар балалар? Аха. Жақсы. Мына топқа бөлінген балалар. Бірінші топ Айқын, Сырым, Аслан, Нұрқасым, Іңкәр, Бекзат бірінші топқа. Екінші топқа Амина, Нұрлыбек, Кәусар, Нұрайна, Рамазан, Таңшолпан. Үшінші топ Бибігүл, Меруерт, Атаберген, Әсемгүл, Дінмұхамед, Айым. Төртінші топ Аяжан, Перизат, Кәусар, Нұрқанат, Ахметжан. Балалар, топтарыңыз жазылып тұр. Бірінші топ, екінші топ, үш және төртінші топ. Жақсы, орналастық па балалар? Жақсы, оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы саяси картадағы сандық және сапалық өзгерістер. Оқу мақсатымыз саяси картаның сандық және сапалық өзгерістерін талдайды. Алла сонымен сандық және сапалық өзгерістер дегеніміз не? Соған тоқталайық. Сіздерге сұрақ, қалай ойлайсыздар? Сандық және сапалық өзгерістер саяси карта. Кезекпен тұрып айтайық. Жақсы. Келесі тағы қосат. Мемлекеттердің бірігуі немесе бөлінуі. Келесі. Мәртебесі анықталмаған аумақтарды. Нұрқасым. Кейбір жерлерді қосып алу дейді. Мемлекеттердің бірігуі, бөлінуі, мемлекеттердің саны, отарлардың саны, халықаралық аумақтардың саны, мәртебесі анықталмаған аумақтардың саны, Енді сандар мемлекетте үнемі өзгеріп тұрады. Ал сапалық өзгерістерді қалай ойлаймыз? Қосыр? Мемлекеттің тәуелсіздігін алуы? Астанасының өзгеруі? Егемендік. Мемлекет құрылымының өзгеруі. Өте жақсы. Балалар, енді сіздерге сұрақ бергім келіп тұр. Сіздердің алдыңызға, ұмыт кетпей тұрғанда айтайын балалар, әрбір топқа мынадай бағалау бетшесін бердім. Топ басшысын өз араңыздан сайлаңыз. Сол топ басшысы осы тапсырмаларға байланысты дескрипторлар көрсетілген, соған сай бағалау жүреді. Бағалаймыз балалар, топ мүшелерін. Одан кейін ұмыт кетпей тұрғанда айтып жатырмын. Әрбір топқа алдыңызға мен карта тулар қойдым, елдердің туларын. Бар ма балалар алдарыңызда? Мынадай мемлекеттердің тулары бар. Сол тулардың ішінен интернет пайдалансақ болады. Сандық және сапалық өзгерістері бар елдерді анықтаңыздар. 2 минут уақыт жеткілікті ма? Кеттік, бастаймыз. Мен Қазақстанды алдым, өйткені біздің ел ордамыз Нұрсұлтан Астанаға өзгерді. Елордамыздың атауын Астана деп, Нұрсұлтан атауын Астана деп өзгертті. Өте жақсы. Мен Өзбекстан елін алдым, және де Өзбекстан өз тәуелсіздігін 1991 жылы 1 қыркүйекте нақты жариялады. Және де қазіргі уақытта Өзбекстан тәуелсіздік алған күнін ұлттық мереке сияқты атап өтеді. Мен Тәжікстан елін алдым. Тәжікстан елі Кеңес одағынан ыдырағаннан кейін 1991 жылы өз тәуелсіздігін алды. Мен таңдаған ел бұл Ресей Федерациясы. Ресей 1918 жылы Астанасы Мәскеуден Санкт-Петербургқа ауысты. Сосын Ресейдің бұрынғы аты КСРО болатын, одан 14 ел шығып, қазіргі атауы Ресей Федерациясы. 15 одақтас республика құрамынан бөлініп шыққаннан кейін Ресей Федерациясы болды, Кеңес үкіметінің құрамында. Өте жақсы. Келесі топ, сіздің топтан Кәусар. Мен Түркия елін таңдадым. Ол Түркия елі 1923 жылы Стамбулдан Анкараға ауысты. Астанасы, Астанасы. Бұл сапалыққа жатады. Бұның ауысу себебі ол елдің жаңа бағытты қабылдануын көрсету ретінде. Өте жақсы. Қолдап отырай. Келесі. Мен сразу үш ел таңдадым, себебі үш елдің де тарихы өте қызықты. Бірінші, мен Ұлыбританиядан бастаймын. Себебі ол екінші дүниежүзілік соғысында үлкен колониясы болды. Оның колониялары Африкаларда болды, және Индия болды, және Пакистан болды. Және екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бәрі елде экономика түсіп,
Ұлыбритания өзінің колониясын шығарып тастайын деді. Себебі оның бәріне қаражат керек. Қаражат болмаған үшін бәрін шығарып, өзі кішкентай герой болып кетті. Және ол Ұлыбритания ол біріккен Ұлыбритания елдері, себебі ол жерде Ирландия бар, және де басқа елдер де бар. Тарихи атауларға келесі. Осының Тыңдайық балалар. Қытай. Қытай қазір ол социал-демократиялық жер. Ол баяғыда үлкен империя болған. Сосын 1900 жылдан кейін ол коммунистік партия идеологиясын қабылдады. Және ол жерде облыстар провинция деп аталады. Және 2000 жылдардан кейін Қытайдың экономикасы өте жоғары өсті. Жақсы. Келесі, өте жақсы. Және Германия. Германия бұл Европаның ортасында орналасқан. Және Германия соғыстан кейін капитуляция жасап, оның жері екіге бөлінді. Оның Қалай бөлінді? ГДР-ді ол Ресей алды, яғни КСРО, ал КФР-ді америкалық адамдар алды. Және 60 жылдан кейін Германия елдігін қосып өзінің жаңа мемлекет ашты. Қазіргі кезде бұл ел Германия Федеративтік Республикасы. Өте жақсы. Балалар, егер империя адырап, отар мемлекеттер тәуелсіздік алатын болса, дүниежүзі картасында егеменді елдердің саны көбейеді, яғни сандық өзгерістер. Бір сұрақ берейін балалар. 1960 жылы дүниежүзінің саяси картасында 17 тәуелсіз жаңа мемлекеттер пайда болды. Ол мемлекеттер мына елдердің колониялары: Англия, Италия, Франция, Бельгия. Осы жылды Африка жылы деп атады. Не үшін Африка жылы деп аталды? Апай, Англияда, Африканың жерлерінде көптеген колониялар болды. Және де 1960 жылы ол колониялар өз егемендігін алып, осы жылды Африка жылы деп аталды. Африканың бірнеше елі тәуелсіздік алған. Өте жақсы. Жақсы. Енді келесі кезеңіміз біздің топтық тапсырмалар. 4 топқа тапсырмалар беріледі. Бірінші топ 2, 3, 4 тақтаға қарайық. Осыған байланысты сіздердің алдарыңызда ноутбук бар. Бірлесіп берілген тақырыпта слайд жасайсыздар. Оқулықпен жұмыс болады, және қосымша ақпараттармен, интернетпен, картамен жұмыс жасауға болады. Кеттік. Құрметті оқушылар, топтар болсақ, тақтаға шығып қорғай берейік. Жаңа слайдтарыңыз мына жерге жүктелді. Кеттік. Бірінші топтан шығатын балалар шыға қойыңыздар. Әлемнің саяси картасының негізгі нысаны мемлекеттер мен тәуелді аумақтар. Егеменді мемлекет ішкі және сыртқы істер дербестігі бар саяси тәуелсіз мемлекет. Басқа мемлекеттерге тәуелді аумақтар, отарлар, шалғай департаменттер, халықаралық, жалға алынған және басып алынған болып бөлінеді. Нидерланды бұл өте кішкентай ел болып келеді, және олар халыққа сыймай жатқаннан кейін өзендерді, мұхиттың астында орналасқан аймақтарды құрғақтатып, оны өздеріне пайдаланады. Ол жерде жергілікті адамдар полтер деп атайды. Және Біріккен Араб Әмірліктері, олардың жері тоже өте кішкентай. Сондықтан олар өздері жасанды арал жасап, бұны өздерінен қолданады. Бұл Нидерландыда полтер аралдары, бұл жерде адамдар егін шаруашылығынан да қолданады. Және араларынан су арналары өтеді, чтобы егін шаруашылықтарын істеу үшін. Ал бұл Сауд Арабиясында орналасқан, өте Біріккен Араб Әмірліктерінде орналасқан жасанды арал. Бұл жерде қазіргі уақытта адамдар тұрады, және бұл туристерге арналған ерекше орын. Жер бетінде 1922 мен 1991 жылдардың арасында кеңестік социалистік республикалар одағы болды. Бұл
мемлекет жер бетінің 6/1 бөлігін алып жатты және жер бетіндегі ең үлкен мемлекет болып есептелді. 1991 жылы бұл ел ыдырағаннан кейін дүние жүзінде егеменді 15 ел болды. Саны көбейді, иә? Бұл сонда сандық па, сапалық па? Сандық. Сандық өзгерістер. Жақсы. Келесі. 1990 жылы қазанда екі мемлекет, Герман Демократиялық Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасы, сонымен қатар мәртебесі анықталмаған аумақ Батыс Берлин бірігіп, барлығы Германия Федеративтік Республикасының құрамына кірді. Солай дүниежүзі картасында бір мемлекет және мәртебесі анықталмаған бір аумақтың саны азайды. Ол дүниежүзілік саяси картасында мына жерде орналасқан. Өте жақсы. Халықаралық аумақтар үш түрге бөлінеді: теңіздер мен мұхиттардың түбі. Теңіздер мен мұхиттардың түбі құрамы ұлттық құқық шегінен тыс барлық теңіздер мен мұхиттардың түбі. Теңіздер мен мұхиттардың түбінің мақсаты дүниежүзілік мұхит түбінің ресурстарын барлық мемлекеттерге әділетті түрде бөлу. Теңіздер мен мұхиттардың түбі екі түрі бар: Панама бұғазы мен Панама каналы мен Ла-Манш бұғазы. Мемлекеттердің сандық сипаттамаларының өзгеруі, оларға ашық жерлердің сатып алынған аумақтардың қосылуы, соғыс мемлекеттерінің бірігуі немесе ыдырау салдарынан жоғалтуы, және де құрлықтық жерлермен алмасу немесе теңіздің құрлықтық жер қайтарып алу себептері мемлекеттердің көлемі өзгереді, және де осыған байланысты астында мысалдар берілген. Мысалға, екінші дүниежүзілік соғыста Жапония жеңілу салдарынан бірқатар жерлерін Ресейге берді. Ол мына жерлер. Жапония Ресейге берген бірқатар аралдар, иә? Өте жақсы, балалар, неке тақтаға қарайық. Мына екінші топтың жасағаны, міне Жапонияның соғыстан жеңілу салдарынан бірнеше жерін берген екен Ресейге. Одан кейін бұрындары Судан жер көлемі бойынша Африкадағы бірінші орында тұрса дейді, мемлекеттің Судан және оңтүстік Судан мемлекеттеріне ыдырауының нәтижесінде қазіргі кезде жерінің аудан жөнінен материкте үшінші орынға түскен дейді. Өте жақсы. Қазіргі уақытта дүниежүзінің саяси картасында сапалы өзгерістер басым. Мемлекетті сипаттау белгілі бір сызба нұсқа бойынша жүзеге асырылады. Оған географиялық, табиғи, әлеуметтік, экономикалық және басқа көрсеткіштер де кіреді. Сапалы өзгерістер дегеніміз елдің және астанасының атауы, құрылым немесе басқару формасы және егемендік жариялаған жыл. Сапалық өзгерістерде саяси картада мемлекет аралық шиеленісті нүктелер мен ыстық нүктелер пайда болып, қайта ғайып болуы, мемлекеттер егемендік алу немесе оны жоғалту, жекелеген мемлекеттерде басқару және саяси құрылым формасының ауысуының байқалуы және тағы да басқа. Сандық және сапалық өзгерістер бір-біріне қарама қайшы келмейді. Көп жағдайда олар бір-бірімен байланысты болады. Кеңес одағының осы жерде біз 15 мемлекет өз тәуелсіздігін алуын көреміз, және оның ішінде Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Белоруссия, Украина, Эстония, Латвия, Литва және тағы да санын көреміз. Және сол кезде ТМД құрылуы, Европалық одақ пен НАТО шекараларының кеңеюі болды. Югославия ол картада сандық өзгерістерінің мысал болатын елдердің бірі. Ол 1918 жылдан бастап 2003 жылға дейін болған еуропалық мемлекет. Ол басқару формасын монархиядан республикаға ауыстырды. Ол 2003 жылы 6 тәуелсіз мемлекетке ыдырады. Олар мына жақта Словения, Сербия, Черногория, Босния. Латын Америкасы, Солтүстік Америка мен Антарктиданың аралығында орналасқан аймақ. Бұл атау аумақта отарлаудың болғанынан хабардар ететін роман тілдерінің ресми қолдануымен байланысты. Роман тілдері себебі Бразилия баяғыда Португалия елінің отары болған. Және Бразилия қазірде Португалия тілімен айтады, сөйлейді. Және ол мына жерде орналасқан. Португалия міне. Жақсы, балалар, біздің келесі кезекте мына тапсырманы сәйкестендіруге тек 4 топтан бір адамнан шығыңда сәйкестендіре қойыңыздар. Келе қойың балалар. Шыға қойың. Шықпаған балалар келе қойың. Амина. Келе қойың. Бұл сонымен қандай ұйым? Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы. Жақсы. Логотиптермен сәйкестендіріп жатырмыз. Бұл ұйым тәуелсіз мемлекеттер достығы. Оның логотипі мынандай. Өте жақсы.
мына жақта Біріккен ұлттар ұйымы. Иә? Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Өте жақсы. Енді мына ұйымдардың ішінен негізгі қызметі, ұйымның мақсаты қандай екенін бір айтып жіберейік. Тәуелсіз мемлекет достығы бұл КСРО ыдырағаннан кейін 14 мемлекет әлі достасып жүргенін білдіреді. Және де ол сол 14 ел әрқашан бейбітшілікте көмектесуге барады. Сол үшін құралған. Ал біріккен ұлттар ұйымы кім айтады балалар? Қауіпсіздік шарт ұйымы. Бұл әлемнің қауіпсіздігі және соғыс болмауын басқарады, қадағалайды. Қазақстан мүше ма осы ұйымдарға балалар? Біріккен ұлттар ұйымы қандай ұйым? Барлық елдердегі бейбітшілікті сақтау. Өте жақсы балалар. Мынау соңғы бөлімге де жеттік. Осы жерден QR код арқылы тапсырманы орындай қояйық. Ашамыз барлығымызда. Интернет бар ғой балалар, иә? Кеттік. Жақсы, құрметті оқушылар, сіздердің жаңа орындаған жұмыстарыңыз маған келіп түседі. Тікелей аты жөндеріңізді жаздық қой балалар, иә? Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыз мәресіне жетті. Бағалау парақшасын балалар сіздерге таратқанмын топтарға. Соны бере қойыңыздар. Әрбір топтар бағалау парақшасы берілді. Соны бере қойыңыздар балалар бағалау парақшасымен. Жақсы балалар, бүгінгі сабақ ұнады ма? Өте жақсы. Жақсы, сіздерге сәттілік балалар, аман болыңыздар.